Мир көшесі қаламыздағы маңызды орталық көшелердің бірі. Оның аумағында бірнеше кәсіпкер кәсібін дөңгелетіп келеді. Бизнес субъектілерінің дені осы жерде шоғырланған десек, қателеспегеніміз. Шаһар кейпіне мін келтірмей, қала әкімдігінің басты талаптарын орындау бұл азаматтарға жүктелген. Раушан техника дүкені бұл міндетті абыройлы түрде орындап келеді. Кәсіпкер Александр Киснев сауда орнының керексіз жарнамасын сырып тастап, орталығының сырт келбетін жөндеді. Бұл дүкеннің фасадын дұрыстадық, жарнамаларды алып тастадық, айналаны қалыпқа келтіріп, витраждарды алмастырдық. Бизнес нысанның сырт келбетін дұрыстап, абаттандыру жұмыстарын жүргізген тағы бір кәсіпкер Мир көшесіндегі колледж жанында орналасқан. Бұл дәмхана. Әрине қаланы таза әрі ұқыпты кейіпте ұстау баршамыздың борышымыз. Дегенмен кей жекеменшік иелері салғырттық танытып, қала әкімдігінің өтінішін орындамай келеді. Олардың қатарында Северный супермаркетінің меңгерушісі, сондай-ақ ірі сауда орталықтарының бірі Сокол дүкенінің иесі де тиісті жөндеу жұмыстарды елемей отыр. Мұнда келген азамат кеңес одағы әлі де өз солақай саясатын жүргізеді деген ойға келесіз. Сондықтан қала әкімдігі барша кәсіпкерлерді өз меншігіңізді жөнге келтіріңіз деп шақырады. Қаланың түрі де, көшелері де осыдан 2 жыл бұрын қарағанда өте күрт өзгерді. Соған ойлаймын, осы жұмысты біз жалғастырып отырамыз. Осы азаматтардың да көзқарастары өзгереді деп, бүгін болмаса ертең олар да іс-шаралардың керекті іс-шараларын қолданып, сол істерді жүргізіп, біздің қаламыз бұдан да көркейеді. Жақсы, таза қала деп, сондай бір нәтижеге жететіндей болады деп ойлаймын өзім. Тиісті талаптарды орындағандардың қатарында Победа спорт дүкенінің иесі. Нөмірі 8-ші орта мектепке қарама-қарсы орналасқан сауда орын эстетикалық кейіпті ұстау қажет екенін жасырмайды. Приводим в порядок фасад магазина, благоустраиваем участок, высадили саженцы, за ними ухаживаем, травку подстригаем. Естественно, также же и сейчас ведутся работы. Мир көшесі қаламыздағы бетке ұстар аумағы деуге болады. Әрине олардың көзіне бірден түсетіні мына дүкендер. Бұл нысандарды тиісті қалыпта ұстау бизнес субъектілерінің міндеті.